Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат, құрметті көрермендер. Алла қаласа мен сіздермен жаңа бір айдарды бастамақшымын. Бұл бағдарлама пайғамбар педагогикасы деп аталатын болады. Жалпы бұл жерде біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям тәрбие ісіндегі үлгісімен танысатын боламыз. Бүгінгі тақырып бұл баршамызға өте керекті және баршамыз өте мұқтаж болып жүрген тақырып махаббат жайлы болмақ. Мен сендерді жақсы көремін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям балаларға деген ыстық ықыласын мен сені жақсы көремін деп жиі айту арқылы білдіреткен. Ол ыстық ықыласын Алланың атымен ант етемін, мен сендерді өте қатты жақсы көремін деп күшейтпелі түрде сезімін шектемей үстемелеп жеткізеді екен. Балаларды барлық жақсы көреді десек те, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям оларды жақсы көрмейтін адамдар бар деген ой болмас үшін де әрдайым ант беріп тұрып сезімін жеткізуді жақсы көретін болған екен. Бәрі еркелетіп, бәрі жақсы көріп жатса да, баланың нәзік жүрегі өзін жиі керексіз сезініп жатуы әбден мүмкін. Бұл менің балам жақсы көретінім айдан анық қой, айтпасам да түсінікті ғой деп ойлап жатамыз негізі кейде. Бірақ балаға сезімдерді сөзбен жеткізуді ысырып қоямыз. Ал біз осылай ысырып қойып жүрген кезде балалар өздерін жақсы көретінімізді жеткілікті дәрежеде сезіне алмай жатуы мүмкін, немесе оған сенбеуі де мүмкін. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болса, баланың жас ерекшелігіне, түсінігіне байланысты оларға ең керек сөздерді айта білген екен. Бұғанасы бекімеген балаға өзінің қаншалықты керек екенін, оны жақсы көретінін әрдайым естіп көз жеткізіп отыру өте маңызды. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям балаға ауадай қажет болған махаббатты үлестіре білген, жомарттық танытқан адам екен. Ол сүйікті яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті болды және барлығын сүйе білді. Ол Мединаның шаң көшелерінде кезіккен баланы қолынан ұстап, мен сені жақсы көремін дейтін болған екен. Артынша күшейтпелі түрде Алланың атымен ант етейін, мен сені қатты жақсы көремін деп сөзін, сезімдерін нықтап тұрып көрсетеді екен. Мен сені жақсы көремін. Сиқырлы әрі шипалы сөздер. Барлығы да жеткілікті ғасырда мейірімге мұқтажбыз ау расында.